Мен Асылбаев Дайын Қайтемұлы 1954 жылғын жасым 62-де мына Қарғалы ауылында тұрам, Алматы облысы Жамбыл ауданында. 2000 жылдан бері қарай сахарный диабетпін. 2011 жылдан бері қарай инфаркт миокарда болған. 2 стент қойды. 2015-14-те біреусін қойды. Сахарный диабет болды. Әзір соның нәтижесінде ламифаринді осыны неден естіп ана радиодан. Сол ламифарин алып іштім, курс лечениесін алып іштім. 12 банка. Әзір көрсеткіштерім жақсы. Бұрынғы көрсеткіштерім сахарым 14, 16, 18-ге дейін баратын. Ал енді әзіргі көрсеткішім 8-7 жарымға дейін түседі. Бұлай енді ламифаринге мен сендім. Сол осы ішіп жатырмыз, денсаулығым жақсы, ешқандай нем жоқ. Давлением 120-да 80 бұрынғы рабочий давлением орнына келді. Ұйқым келді. Бұрын буындарым ауыратын, аяқ-қолым буындары ауыратын. Ол ауырмайтын болды. Жақсы ауырсаттан да жақтым. Бұлайда іште 2 уақыт ертең-ертең кешкі жақтым. Мен не айтам, ламифаринге сен орталығына енді айтатын табыс тілеймін. Негізі жақсы. Үлкен көмек әсері бар. Ол әсерін өзім бірден ішкеннен кейін 10 шақты күннен кейін ақ сезім алады. Содан кейін ұйқым келді, бұрын ұйықтамайтын. Әзір ұйқым келді, 6 сағат, 7 сағатқа дейін ұйықты. Ұйқым тыныш болды. Ұйқым тыныш болса ертеңінде серпек тұрып, сенің жүрім жақсы. Сол менің айтайын дегенім, ламифарин орталығының азаматтарын табыс тілеймін. Бар жақсылық болсын, осы халқымыз енді халқымызға жақсылық нелерін өтей берсін. Көп рахмет айтамын. Ламифарин деген негізі адамға өзі керек нәрсе дейді. Өтемет онысында мұны қазақтарға керек болды. Бұның ұяты көп дейді. Жағы несін етті көп жейміз ғой. Әзір сол тамақтан диета ұстаймын, соның нәтижесінде көп жақсы. Ешқандай мазалар ештеңем жоқ. Бұрын сыздап ауырып тұратын әзір ауырмайды. Бұл жақта тұрмын, сол айны бір рет тоғырғылап тексереді. Бұрын жағы инвалидный салушы едім, инвалидностьтен биыл алып тастады. Көрсеткіштерін жақсы деп, көрсеткішін жақсы болып өзімді сезім. Үлкен дәрет, кіші дәрет жанатын ба? Бұрында жоқ. Бұрында сол үлкен дәреттен болатын. Қатты болып, әзір ондай жоқ. Нормальный средний. Ол бізде жағы немері жоқ. Тексеріп тұрады ғой ғайна бір. Онан анализдер тапсырамыз, соның бәрін өткізді. Соя кішкене көбірек. Негізінде көбінесе сол диета ұстайды. Қазір сол енді ламифаринді ішкенді қоя тұрдым, бір ай демалайын деп. Қайтадан енді бастаймын. Негізі маған мамандардың айтуы бойынша 1 жыл ішу керек. Сол менің айтайын деген сіздерге үлкен табыс тілеймін. Ламифарин орталығына бар жақсылығы, жақсы әсері бар. Басқа жан осы кішкене тамақ ішпесем осы ашып жер тартып кетеді. Қазір ондай дүние жоқ. Сол өзімді жақсы сезінемін. Нормальный үш уақыт тамағымды сол, нормальный сол диетический өзім ішемін. Қарап таңдап. Соның нәтижесінде сахарым осындай деңгейде. 7-ге дейін түседі. Жақсы. Былай айтқанда әзір физически дұрыспын деп есептеймін. Рахмет, осы үйге дейін әкеп береміз дейді, любой уақытта, любой жерде әкеп береміз дейді, жеткізіп береді. Ламифарин орталығына рахмет айтамын. Сізге рахмет осындай үлкен сенімдікпен бізге қарап отырғаныңызға. Енді оны ішкен, дәріні ішкеннен кейін бір сенімменен ішпесе оны любой дәріге сенім керек қой, любой нәрсе. Сенім мәлімсіз ол іштемек болмайды.